саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Жамбыл облысы Шу ауданы Тұрар Рысқұлов атындағы орта мектептің тарих пәні мұғалімі Ильясова Гүлзина Сабайқызы. Бүгінгі менің іс тәжірибемді бөлісетін тақырыбым белсенді әдіс-тәсілдер арқылы оқу мақсаттарына қол жеткізу. Белсенді әдіс-тәсілдер арқылы оқу мақсаттарына қол жеткізу бұл оқушылардың оқу процесінде белсенді қатысуын қамтамасыз ететін, олардың білім алуын ынталандыратын және дағдыларын дамытуға бағытталған тәсілдер жиынтығы. Мұндай әдістер оқушылардың сыни ойлау, шығармашылық, командалық жұмыс және өз бетімен зерттеу қабілеттерін арттыруға көмектеседі. Оқу мақсаттарына қол жеткізу үшін мынадай компоненттерді біз жүзеге асыру керекпіз. Білім деңгейін арттыру. Ол бойынша оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, білімдерін тереңдету. Дағдыларын дамыту. Оқушылардың аналитикалық, шығармашылық және практикалық дағдыларын дамыту. Мотивацияларын көтеру, яғни оқушылардың оқу процесіне қызығушылықтарын арттыру. Тәжірибе жинақтау, теориялық білімді практикалық тұрғыда қолдану мүмкіндігін жасау. Мен 7-ші сыныпқа Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты деген тақырыпты өткен кезде біздің бағдарлама бойынша оқу мақсаты қазақ хандығының ішкі саяси жағдайларын талдау деген мақсат болатын. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін, осы мақсатты орындау үшін белсенді әдіс-тәсілдердің диал әдісін қолдандым. Дәлел концептісіне негізделген бұл тапсырмада диал әдісі арқылы оқушылар берілген тапсырманы жақсы меңгереді. Бұл тапсырма бағдарламаның оқу мақсатына сәйкес келеді. Себебі тапсырманы орындау арқылы білім алушылар өз мақсатындағы негізгі ойды түсінеді. Абылай хан тұсындағы ішкі саяси жағдайға талдау жасай отырып, кестені толтырады. Абылайдың қазақ хандығын бір орталыққа бағындыру үшін жүргізген реформаларын, елдің дамуына қосқан үлесін жазады. Ал енді жеке жас ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, бұл тапсырманың құрылымы білім алушылардың жас ерекшелігіне сәйкес келеді. Өйткені бұл тапсырманы орындағанда білім алушы алдыңғы білімдеріне сүйене отырып, қазақ хандығының дамуына, Абылай ханның қосқан үлесі жайында нақты мәліметтер жазады. Тапсырманы орындау барысында білім алушылар сипаттау, түсіндіру, талдау, бағалау тапсырмаларын қиындықсыз орындап шығады. Дағдыларды дамытуға бағытталуына келіп тоқталатын болсақ, бұл тапсырманы әзірлеген кезде тапсырманың жалпы мазмұны білім алушылардың жас ерекшелігіне сәйкес келеді. Бұрын алған білімдеріне сүйене отырып, Абылай ханның ел басқару ісіне жасаған реформалық өзгерістерін бағалап, ел ішіндегі егіншілікке бет бұру мәселесін бағалайды және талдайды. Ал енді пәнаралық интеграцияға келетін болсақ, осы тапсырманы орындау барысында білім алушылар әдебиет пәнімен байланыс орнатады. Абылай ханның төңірегіндегі бұхар жыраудың, Абылайдың ел ішінде жүргізіп жатқан саясатына байланысты шығарған жырларын еске түсіреді. Бұхардың Абылайдың кеңесшісі, ақылшы биі болған абыз екендігіне тоқталады. Келесі тағы бір осындай тақырып 7-ші сыныпта Қазақстандағы жаппай отаршылдық қоныс аудару саясаты деген тақырып бойынша оқу мақсатымыз отарлау саясатының қазақтардың дәстүрлі шаруашылығына тигізген әсерін талдау деген мақсат. Осы мақсатқа жету үшін, мақсатты орындау үшін біз себеп-салдар концептісіне негізделген тапсырманы алдым. Ол тапсырманы орындау үшін бала картаға жүгінеді, картаны пайдаланады және бұрын алған білімдерін пайдалана отырып, отарлау саясатының қазақтардың дәстүрлі шаруашылығына тигізген әсеріне талдау жасайды. Бұл жерде біз талдау жасау үшін тұжырымдамалық кесте әдісін алдық. Бұл тұжырымдамалық кесте әдісі де оқу мақсатына сай келеді. Себебі бұл тапсырманы орындау барысында білім алушылар оқу мақсатындағы негізгі ойды түсінеді. Отарлау саясаты кезіндегі қазақтардың жерінің тартып алынуының себебін ашып көрсетіледі. Қазақтардың дәстүрлі шаруашылығына тигізген салдарын, зиянын анықтайды, тарихи маңызын ашып көрсетеді. Ал енді бұл тапсырманың балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкестігіне келетін болсақ, тапсырма құрылымы білім алушылардың жас ерекшелігіне сәйкес келеді. Өйткені бұл тапсырманы орындағанда білім алушы 19 ғасырда қазақтардың қанша көлемде құнарлы жерлерді тартып алынғандығын, қай аймақтардан жердің алынғандығын анықтай алады. Дағдылардың дамытуға бағытталуы. Тарихи анализ және түсіндіру дағдысы бойынша себеп және салдар концептісіне сай білім алушылар тарихи оқиғаға талдау жасайды, оқиғаның себебі мен салдарын анықтап, тарихи маңызын ашады.
Тапсырманы орындау барысында қазақтардан жерді тартып алғанның зардабы дәстүрлі шаруашылыққа зиян тигізгендігін жазады. Тапсырма ойлау дағдысының қолдану, талдау деңгейінде құрастырылған. Пәнаралық интеграцияға келетін болсақ, бұл тапсырманы орындау барысында білім алушылар география, математика пәндерімен байланыс орнатады. Келімсектерді жаппай қоныстандыру жұмыстарының батыс Сібір жазығында, Алтайдың, Тарбағатайдың, Жоңғар, Іле, Қырғыз алатауларының бөктерінде жүзеге асқандығын анықтап, картадан анықтайды. Батыс Сібір және Орынбор генерал-губернаторлықтарынан тартып алынған 14 миллион десятина, Жетісуға қоныстанған ұйғыр дүнгендерге 100 мың десятина жердің қазақтардан тартып алып берілгендігін айта отырып, осы 14 миллион десятинаның 12 миллион 814 мың 645 гектарға тең келетінін, және 100 мың десятина дегеніміздің 91 мың 533 гектар екендігін математикалық амалдармен анықтап шығады. Сондай-ақ 8 сыныпта өтілген тақырыпта оқу мақсатымыз 20 ғасырдың бірінші жартысындағы білім мен ғылым саласындағы өзгерістерді талдау деген мақсатқа қол жеткізу үшін мен инсерт әдісін қолдандым. Бұл да белсенді әдіс тәсілдердің қатарында жатады. Бұл тапсырма бойынша 20 ғасырда білім беру жүйесі мен ғылым тақырыбында бейне сабақ көреді. Оқулықтан тақырыпты оқып, әр топ өз тапсырмаларын орындайды. Бұл жерде өздеріне бұрыннан таныс ақпараттарды жазады, өздері үшін жаңа ақпаратты жазып алады, бұрын түсінбей жүрген ақпараттарды жазып, және түсінбеген, мен үшін түсініксіз деген ақпаратты да осы жерге кестеге жазып мұғалімге береді. Жалпы білім сапасын арттыруда белсенді әдіс тәсілдерді сабақта үнемі қолданудың оң нәтижесінің көрінісі 2023-2024 оқу жылында Қазақстан тарихы пәні бойынша республикалық пән олимпиадасынан аудандық кезеңінде 5-ші сынып оқитын оқушым Құрамай Алина жүлделі 2-ші орынға иеленген болатын. Ал биылғы 24-25 оқу жылында осы пән олимпиадасының аудандық кезеңнен 1-ші орын жүлдегері атанды. Ал енді оқушыларды Қазақстан тарихынан ОБД-ға дайындау бойынша да биылғы түлектеріміздің ішінде Сағынбай Нұрай деген оқушым алтын белгіге үміткер. Бұл қыздың да ОБД-ға дайындық тесттерінен алған ұпай нәтижелеріне қарап отыратын болсақ, жаңағы үнемі ілгерінді даму байқалады. Қазақстан тарихынан қыркүйек қазан айларында 16 ұпай алған болса, қазіргі күнде 20 ұпайға 20 ұпай жинап, максималды балды жинап отыр. Назарларыңызға рахмет.